Журналисттер жалпы былай сырттан қараған кезде мен ойладым, бізде Қазақстанда 20 мың ту таратылып жатқаны не емес та, жаңалық емес. жаңалық емес, бір-екі адамның ту сатқан, оны маған сатты, көрсетейік, соны көрсетейік. Давай бір жерін ашайық, оны ашайық. Сол бізде қазақ халқы жалпы осы 300 жыл біз өмір сүрдік қой, бір үлкен көршімен. Сол біз қазақ халқы бір-бірімізді жеуге тәрбиелеп қойғанда, анау жаман, мынау жаман, мысалы Совет үкіметінде жазушылар медаль алу үшін ана жазушыны тапит етеді, мына кісі мына қазақ тапит етеді, сөйтіп бір-бірімізді тапит етуге үйретіп қойған ғой. Ильяс Есенберлиннің халық жазушысын алайын деп тұрған кезде қазақтарға шыққан ғой, сол сияқты ғой. Жоқ, жалпы біз қазақтар мысалы Алашорда біз қаншама адамдар кетті ғой, солардың бәрін қазақтар ұстап берген ғой. Көп жерлерде. Сырттан біреу ұстап бермейді. Сондықтан да айтып жатқаным, бізде сол мәдениет қалып қойған. Мысалы, біздің журналистерді парламентте байқасаңыздар, тек қана қазақтардан ғана интервью алады, соған ғана әлі жетеді да. Ішінде ары қарай 27 бір өзге ұлт депутаттар жүр, спокойно жүр, неден шығады, парламент сосын рыбалкаға барады бір жерге, Балқашқа дачасына сосын. Володя, Сергей деп жаңа өздерінше бір өмір сүріп жүреді да. Жоқ, бұна қазақ депутаттар не балды микрофон тығып. Егер аналарға да мән берсеңдер істеймін. Сол сияқты Семейде өрт болған кезде мысалға орыс кісі жүрді ғой сол жерде. Сол мен айтайын деген, бізде Қазақстанда біз бір-бірімізді қолдауды үйренуіміз керек, сонда мәдениетке, трендке айналдыруымыз керек. Челленджді 20 туды таратылғанда туралы айтылу керек та. Жоқ, соның ішінде екі адамның ту сатылғаны қазақ жаман, қазақтың жанкүйері жаман дегенге алып баратыр ғой. Иә, көргенсіздікке деп соған не қылады ғой. Сосын басқа өзге ұлттар қарайды, біздің елде тұратын, мына өздері қырылып жүр ғой мыналар деген сияқты. Ол журналистер жалпы